Сен, Тоқаев, айтпайсың ба? Қалай ол түнгі сағат 3:33-те болады мынандай авария. 5 мәшине жарысқа шығады. Кім олар? Қандай анандай 200 немен скоростьпен ба қандай менен ұшат жарысып бір-біріменен. Одан қала берді қарсы жолға шығып, қарсы келе жатқан ешқандай құтылуға мүмкіндігі болмаған анандай Мерседестің быт-шытын шығарады, консервінің несі сияқты неғаған. Ішіндегі 3 адамды мерт қылады. Сөйтіп ертесіне беттері былқ етпей кешірім сұрауға барады. Кім сонда? Немене сонда? Тауық басып кетті ма, тышқан басып кетті ма? Ол адам ғой, үшеуі де адам. Оның сұрауы бар. Неге сұрауы жоқ? Әділетханға мыңда бір оған медаль бергішсің ғой сен, Әділетханға бер медальді. Түсіндің ба? Ол деген қандай? Әділетхан айқайламаса сол кезде неге десе ол өз бұрынғайда істеген екен. Сондықтан ол анау аварияның несін жақсы біліп тұр. Сондықтан ол айқайлап тұрып жаңағыдай айтты, резонанс. Ал енді ол бас араздығы жоқ, ондай авария күнде болып жатыр дегенге сен ондай етпе, сен басыңды терең ойла. Сен айт, күнде болып жатқан авария ол басқа авариялар. Ал мына авария бұл басқа авария. Ана мәшине, ол жаңадан шыққан мәшине, ана сихыр деген $100 000 дейма бағасы. Ал өте характеристикасы, несі өте безопасный. Ол қандай мәшинені болса да жаңа таптап кететін сондай зверь, сондай мәшине. Оның бәрін, анау Александр Пак деген залым, оның бәрін білет. Қандай мәшинені қақып кетсе де, ол тірі қалатынын білет өзінің. Мәшинесі де мұрты неғмаған дейді, сынбаған дейді. Сонда ол анам неде талтайып жата бермесін, ақша беріп қойы өтіріктен. Мәшинесінде мұрты сынбаған болса, ол Александр Пак қалай реанимацияда жатады? Александр Пакқа бәле де болған жоқ. Оны анадан шығару керек. Шығарып тұрып түрмеге тығу керек ол Александр Пакты. Ол деген әшейін абайсызда болған тірлік емес. Ол 5 мәшине жарысу деген, анандай скороспенен жарысу деген, одан қала берсе қарсы жолға шығу деген. Сонша немене? Сонда Александр Пак ештеңкені түсінбей қапты ма? Онда ол наркоман, немесе алқаш ол. Ол деген бәрі жаңағы біліп тұрып қасақана істелінген жағдай ғой. Кімді болса да қағып кете берем, құтылып кете берем деп тұр ғой ол. Дағы нөмірлерді қаяқтан алған, мәшинесінің ішінде бірнеше нөмір жатыр дейді. Ұзабаевтың водителін не істеп жүр немене? Охраннигі ма сол Александр Пактың?